Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін тағы бір видеоның кезегі келген секілді. Бұл автоматты кір жуғыш машина жөнінде. Олар бұл кір жуғыш машинаны жаңадан алып келген кезде, мына тасымал кезінде ішкі құрылыстарына зиян болмау үшін оны 4 жерден осындай болтпен бекітіп қояды. Мына жерде мынау бекітіліп тұр. Сөйтіп мына жерде болады, мына бетіне қақпағы болады, сол қақпағын салып қойған. Қақпақ келеді, 4 қақпақ. Алып тастағаннан кейін орны осылай тұрмау үшін осыған кигізіп қояды. 4 жерде осылай бекітіледі. 4-ін алып тастаймыз міндетті түрде. Сосын мінекі су құятын шланга, өзімен бір келетін, мінекі осылай бекітіліп орнатылады. Ішінде сүзгілері бар. Келесі басы суға орнатылады, келіп тұрған. Одан кейінгі шығыс шланга, бұл кір машинаның ішіндегі шыққан су канализацияға жалғанады ғой, яғни канализацияға кету үшін. Содан кейін тоққа қосылады, болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Осыны мысалы установка деп жатады ғой. Өкінішті әрине, бірақ кейбір сатып отырған жерлерде осындай қазақ бауырларымыз осы жұмыс үшін біршама ақша сұрап жатады. Установка жасап білмейсіздер деп жатады. Жасап береміз, 10 мың деп жатады, 20 мың, кейде одан да көптеу сұрап жатады. Енді бұл жағдай өз басыма кездесті, көрдім көзіммен. Сол себепті айтып жатырмын, ойдан шығарғаным жоқ. Бірақ осы қондыру үшін ақша сұрап жатады. Жай ғана айтып жіберсе, өстіп істесін деп кез келген адам үйінде өзі орнатып алады деген сенімдемін әрине. Бірақ өкініштісі өйтіп айтпайды көп жерде. Осы 4 болтын алып тастап қана осы суды жалғап, канализацияға мына шланганы жалғап, сонымен жұмыс бітеді. Ешқандай қиындығы жоқ. Сондай жағдайларды көргесін барлық білмегендер болса біліп жүрсін деп осылай видео салып жатқан жайым бауырлар. Бәлкім көмегім тиер. Арнаның дамуына қолдау көрсетіп тарата отырарсыздар. Алдында да жақсы видеолар салдық. Соларды да қарап қолдау көрсетіп қойыңыздар. Алда, Алла қаласа, әлі де біраз видеолар саламыз. Барлық қазақ білімді болу керек. Келесі көріскенше аман саулықта болайық.